Қайырлы күн қыздар, бүгін сіздермен осындай өте дәмді әрі өте пайдалы қолдың сары майын дайындайтын боламыз. Ең алдымен қаймақтарыңызды бір күн бұрын морозилкаға салып қойыңыздар. Келесі күнде морозилкадан алып, оны ертіп алып, осылай май жасай беруге болады. Қаймағымызды бос ыдысқа саламыз. Осылай қолдың көмегімен қысып отырып, қаймақты шайқайтын боласыздар. Негізі миксердің көмегімен де жасауға болады. Бірақ маған осылай қолмен жасаған ұнайды. Мінекей қаймақтарыңыз ақырындап қоюлана бастайды. Қатты қолдарыңыздың көмегімен басу қажет. Қаймақ өзі қоюланып шыға келеді. Қоюлана бастаған кезде қаймақтың ақырындап суы шыға бастайды. Яғни бұл уже май бола бастаған кезі. Суы шығады. Суын до конца қысып қаймақты суын шығару керек. Міне біздің уже қаймағымыз осындай кезде май болады. Мінекей суы шығады. Барлық қаймақ бірігіп сары май болып шығады. Енді осының суын бөлек ыдысқа алып аласыздар құйып. Бұның суын да пайдалануға болады. Бауырсаққа, шелпекке қоссаңыздар өте дәмді болып шығады. Міне біздің уже қаймағымыз май болып шықты. Енді осыны тағы да бір рет қысып суын шығарып аламыз. Одан кейін енді осы майымызды салқын суға, тастай суға 3 рет жуып алу қажет. 3 рет құйып суды жақсылап жуып алатын боласыздар. Майдың артық сулары барлығы шығатын болады. Жақсылап суға жуып, оны жақсылап сығып, суын төгіп тастайсыздар. Одан кейін тұз сеуіп, майды тұздап, жақсылап араластырып аламыз. Біздің майымыз енді толықтай дайын болды. Өз қалауларыңызша тұзды азырақ көбірек қосуға болады. Міне біздің майымыз дайын болды толықтай. Енді осыны морозилкаға қатырып қоюға болады. Немесе қарынға салып қоюға, немесе күнделікті асқа қолданып жей беруге болады. Өте дәмді болып шығады қыздар. Жасап көріңіздер, үйде қаймақтарыңыз болса. Рецепт ұнап жатса, лайк, комментарий қалдырып отырыңыздар.